құрметті көрермен. Армысыз? Сәлем достар. Есенсіздер ме? Ұлттық құндылық ұлттық болмыс, отан, атамекен, ата жұрт тарих. Бұл қай құлаққа да асқақ естілер асыл ұғымдар. Адам өмірге келіп, ес жиып, етек жия бастаған сәттен өз отанының тарихына ден қоя бастайды. Я жаны оның салтымен табысады. Қазақтың халық дәстүрімен, халық өмірімен, тұрмысымен бірге жетіп, біте қайнасып келе жатыр. Осы ретте жадымызға сіңіп кеткен өнерімізді де ұмытпайық. Ал өнердің мақсаты дүниені, адам өмірін, қоршаған ортаны көркемділік эстетикалық тұрғыдан игеру. Өнердің эстетикалық қызметі танымдылық табиғаты мен тәрбиелік сипатын айқындау. Бағдарламамыздың бүгінгі санындағы тақырыпты толық ашпас бұрын жаңа әріптермен танысып өтейік. Достар, жаңа әліпбиді бірге үйренейік, айдарынан кезек берейік. Сәлем достар, қайырлы күн құрметті көрермендер. Бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Латын әліпбиіне саяхат жасап, меңгерулеріңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Иә, құрметті көрермендер, әр сенбі телеарнасы қосулы болсын. Шамшырақ, саған сұрақ қояйын деп едім. Қоя ғой. Сен киім тігумен айналысасың ба? Менің толықтай қабілетім жоқ. Дегенімен анам маған осындай әдемі шұлық тігіп береді. Сонымен қатар қыс мезгілінде жылы киімдер де пішеді. Міне сол анамнан үйренудемін. Бәрекелді. Арқат, ал сенің отбасында бұл іспен айналысатындар бар ма? Менің әжем құрақ көрпе тігеді. Керемет, ал досымыз Салтанаттың бұл өнерден хабары бар ма екен? Сұрап көрейік. Ғылыми жетістіктерде бірінің орнын бірін шапшаң басып жатқан технология жаңалықтары да латын әліпбиімен жазылып таралуда. Бұл бағыттың анықтығын аңғарған ең алғаш латын әліпбиін енгізуге қадам жасаған Қазақпарат агенттігі болатын. Дәл осыдан 15 жыл бұрын 2014 жылдың 16 сәуірінде латын әліпбиін іске қосып, қазақ тілінде жаңалықтарды тарата бастады. Бұның тәуелсіз кезеңдегі жасаған жаңа сатыға көтерілгендегі қадамы деп санаған жөн. Сәлем, Салтанат. Сәлем, балалар. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Салтанат, біздің саған қояр сұрағымыз бар. Қоя ғой. Сенің тоқуға икемің бар ма? Бізде технология сабағында киім тігуді үйрететін. Соның арқасында белдемше, жеңіл жейде тігу қолымнан келеді. Сонымен қатар тоқу өнерінен де хабарым бар. Қандай тамаша? Рахмет. Бағдарламамыздың өткен санындағы әріптерді бір қайталап жіберейік. М. Л. Арқат, М әрпінен басталатын қандай сөз білесің? Мысық. Мысық. Жарайсың. Ал сен Шамшырақ, Л әрпінен басталатын қандай сөз білесің? Лимон. Лимон. Жарайсың. Жаңа әріптермен таныспастан бұрын сендерге дайындап әкелген жұмбақтарым бар. Жауабын тауып көреміз бе? Иә. Құрметті көрермен, сіздер де бізбен бірге жұмбақтың жауабын тауып көріңіздер. Ендеше менің алғашқы жұмбағым мынадай. Үсті тас, асты тас, ортасында піскен ас. Мен білем, нан. Жарайсың, Арқат. Енді нан сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Нан сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Нан. Енді келесі жұмбағым мынадай. Айдаһар аузын ашса арс етеді, гауһары жерге түсе жарқ етеді. Бұл найзағай ғой. Жарайсың, Шамшырақ. Енді найзағай сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Міне, найзағай сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Найзағай. Бүгінгі біздің танысатын әрпіміз Н әрпі.
сіздерге таңбалануын көрсетейін. Арқат, сен де жазып көр. Жарайсың, Арқат. Енді Шамшырақ, сен де жазып көр. Н. Жарайсың, Шамшырақ. Енді келесі әріппен таныспастан бұрын жұмбақтар тізгінін жалғастырайық. Бұйыра жасап сан қилы, сұйық жазық шалқиды. Ол теңіз. Жарайсың, Арқат. Енді теңіз сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Міне, теңіз сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Теңіз. Менің соңғы жұмбағым төбеден төнеді, тамшысын төгеді. Жауабы жаңбыр сияқты. Жарайсың, Шамшырақ. Енді жаңбыр сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Міне, жаңбыр сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Жаңбыр. Бүгінгі біздің танысатын екінші жаңа әрпіміз ың әрпі. Сіздерге оның таңбалануын көрсетейін. Байқағандарыңыздай, ың әрпі шекесіндегі үтір арқылы белгіленеді. Енді Арқат, сен де ың әрпін жазып көр. Жарайсың, Арқат. Енді Шамшырақ, сен де жазып көр. Жарайсың, Шамшырақ. Құрметті көрермен, бүгінгі танысқан жаңа әріптермен одан басталатын жаңа сөздерді қайталап жүріңіздер. 2025 жылдан бастап еліміз латын әліпбиіне толығымен көшеді. Бұл ұлт болып шешуге тиіс принципті мәселе. Латын әліпбиіне көше отырып, біз өркениетті елдер қатарына қосыламыз. Және де тіліміздегі дыбыстық жүйелерді нақ анықтап, қазақ тіліндегі сөздердің айтылуы мен жазылуы кезіндегі сөздер қолданысындағы артық кірме сөздерден айырыламыз. Байқағандарыңыздай, бұл қазақ тілін дамытуға жағдай туғызады. Сонымен қатар жас ұрпақтың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік меңгеруге де мүмкіндік береді. Байқағандарыңыздай, латын әліпбиіне көшу ұлт тағдыры үшін жасалған маңызды шешім болмақ. Осымен біздің айлар аяқталды. Достар, бүгінгі өткен әріптер мен сөздерді қайталап жіберейік. Н. Нан. Найзағай. Ың. Теңіз. Жаңбыр. Жарайсыңдар. Біздің бағдарламамыздың келесі санын өткізіп алмаңыздар. Келесі кездескенше Сау болыңыздар. Нан. Хлеб. Bread. Найзағай. Молния. Lightning. Теңіз. Море. Sea. Жаңбыр. Дождь. Rain. Ата-бабамыз айтқандай, өнер көзі халықта, халықсыз өнер, өнерсіз халық жоқ. Оны іске асырып жаңғырту біздің перзенттік парызымыз, біздің салт-дәстүріміз, қолөнер бұйымдарымыз, тұрмысқа сән беруі адамдарға рухани ләззат әкелген. Қазақтың ұлттық салт-дәстүрі және құндылықтары тек қоғамдық орталықтарда емес, әр отбасында айтылуы тиіс. Қазақтың әрбір ұлы мен қызы отбасымызда тілімізді, дінімізді және дәстүрлерімізді, құндылықтарымызды санасына құйып өссе, ең үлкен жетістіктеріміздің бірі болмақ. Біз сынды өскелең ұрпаққа осындай ұстанымдарда ойнауды үйрететін мектептер бар. Исмағұл, Қарақат апамыз мектебін айтасың ба? Иә, дәл өзі. Дәл осы мектепте жетіген аспабында ойнауды үйретеді. Жетіген жеті ішекті дыбысты көне шертпелі аспап.
Дұрыс айтасың. Олай болса, осы аспаппен жақынырақ танысып, ән тыңдап, құлақ құрышын қандырайық. Сәлем достар, қайырлы күн құрметті көрермендер. Дәл қазір Қарақат мектеп студиясының шәкірттерінің әсем әнін тыңдап өттік. Ботагөз, ал енді біз Қарақат мектеп студиясының ұстазына сұрақтарымызды қояйық. Айша, сен дұрыс айтасың. Апай, біз қазір өзіміздің сұрақтар тізгінімізді бастайық. Апай, қолыңыздағы қандай аспап, оны таныстырып өтіңізші. Қыздар, бұл қолымдағы қазақтың өте көне ұлттық аспабының бірі жетіген деген аспап. Жетіген деп аты айтып тұрғандай, бұл аспапты ең алғаш шығарған кезде жеті ішектен, қарапайым сүйектерден, қарапайым ағаштардан жасаған. Мына тұрған тиектері бұрынғы заманда асық деп аталған. Жеті ішегі болып, жеті асығы болып, ең әуелі пайда болған кезде бұл аспап солай ойналған. Ал қазір бұны заманауи өңдеп, әдемілеп, түрлі оюлар салып, 23 желкіні қойып, заманауи желкі, заманауи желкінің 23-ін қойып, сол 23 желкіге 23 тиек қойып, екі дыбыс шығаратын тетігі бар. Осындай әп-әдемі дыбысы сондай құлаққа жағымды, қазақтың осындай әдемі сіздер сияқты сұлу қыздары ойнайтындай етіп, әдемі қылып шығарған жетіген аспабы. Апай, оның ерекшелігі қандай? Оның ерекшелігі өздерің көріп тұрғандай құрылымның өзі ерекше. Домбыра аспабына ұқсамайды. Домбыра аспабын бәрін білесіңдер ғой. Домбыраға ұқсамайды, басқа аспаптарға ұқсамайды, өте ерекше. Оны алдымызға қойып та ойнауға болады, немесе арнайы қойғышына да қойып ойнауға болады. Орындаушы өзінің ыңғайына қарай ойнайды. Бұның ерекшелігі сондай, өзінің көп шегі бар, неше түрлі дыбыстар шығаратын, және дыбысы өте құлаққа жағымды, ойнау жағынан да ерекшелігі бар, дыбыс жағынан да ерекшелігі бар. Өте әдемі әрі нәзік аспап. Апай, осы аспапты үйрену үшін қанша уақыт кетеді? Енді бұл аспапты үйрену бір жағынан қиын, бір жағынан өте қызық. Егер үйренушінің өзінің қызығушылығы жоғары болса, өзінің қабілеті жоғары болса, онда аз ғана уақытта үйренуге болады. Ал жалпы аспапты меңгеру, оған қол қойылымдарын қою, оны зерттеу, оның әр дыбысын бойына сіңіру үшін әрине біраз уақыт керек. Оны әуелі біз қолымызды үйретеміз, одан кейін дыбысқа құлағымызды үйретеміз, одан кейін ондағы ноталарды үйренеміз. Сөйтіп жайлап кішкентай шығармалардан үлкен шығармаға дейін барып үйреніп шығуға болады. Арнайы бір белгіленген уақыты жоқ. Әр үйренушінің өзінің қабілетіне байланысты. Апай, шығарма деп тұрсыз ғой. Енді осы жетіген аспабымен қандай шығармалар ойнауға болады? Жетіген аспабы өзі түрі келбет айтып тұрғандай қазақтың ұлттық аспабы болғандықтан ең әуелі қазақтың күйлерін, қазақтың халық әндерін, қазақи нақыштағы шығармаларды көбірек орындайды. Бірақ заманауи әндерді де, заманауи шетелдің де әуендерін бұл аспапқа салып ойнауға болады. Ешқандай шектеу жоқ. Ал енді болашаққа жоспарларыңыз қандай?
Болашақта ең әуелі осы жетіген аспабын осы жақтағы оқушыларға, осы студияның шәкірттеріне толық меңгертіп, үлкен сахнаға шығарту. Ал алдағы жақын арадағы жоспарымыз бұйырса Қарақат мектеп студиясының қаламыздағы 1 жылдық есеп беру концерті үлкен сахнада үлкен шығармалармен шығуға дайындық үстіндеміз. Біз сіздерге сәттілік тілейміз. Рахмет, қыздар. Сіздерге де шығармашылық табыс, еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Рахмет. Достар, бүгін біз сендерді қазақ халқының ұлттық аспабы жетігенмен таныстырдық. Ұлттық аспаптарда орындалатын әуендер жалғасын таба берсін. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Н. Песня, сон. Нота, нота, note. Ұлттық аспап, национальный инструмент, national instrument. Дыбыс, звук, sound. Бағдарламамыздың негізгі айдары қол өнер, сырлы өнер айдары. Дәл осы айдардан неше түрлі бұйымдары жасап үйреніп жүрсіңдер. Ал зергерлік өнер жайлы не білесіңдер? Оқығаным бар, бірақ өкінішке орай өмірде көрмеппін. Олай болса, дәл қазір осы өнермен жақынырақ танысатын боламыз. Диана, дәл қазір біз қаламыздағы танымал зергер Болат ағайдың шеберханасындамыз. Тамаша, мен қояр сұрағым көп еді. Аға, осы іспен неше жасыңыздан бастап айналыстыңыз? 25-30 жылдай болып қалды. Соның ішінде зергерлік бар, жалпы қазақтарда енді бұл өнер барлығы бір ортаққа келеді, бір өнер деген сөзге келеді. Зергерлік бар, кілем тоқуда барлығы бар, сондықтан біраз жылдар осы өнермен айналысып жүргенімізге көп болды. Бұйымдарыңыз көп екен. Соның ішінде қандай бұйымдарыңыз сұранысқа ие? Жалпы жақсы сұрақ. Енді қазіргі таңда мына ұлттық өнер, ұлттық жалпы зергерлік өнер алатын болсақ, қай өнерді алатын болсақ та, ол қызығушылық мол. Соның ішінде мына жергілікті халықтың арасында, өз қазағымыздың арасында. Енді көбінесе енді қызығатын сақиналар, сырғалар, енді алқа дейді, бойтұмар дейді, соның ішінде мысалы табиғи тастармен безендірілген, сол көбінесе қызықтырады. Осы бұйымдар қандай металдардан жасалады? Енді қазақтар көбінесе мына алатын соңғы 3-4 ғасырда алатын болсақ, күмістен жасайтын болған. Күміс енді шеберге біріншіден ыңғайлы, жұмыс істеуге ыңғайлы. Екіншіден ол жалпы халық, қазақ халқы оны күмістің тазалығын біліп, ақ күміс деп аталады мысалы. Ем қасиеті бар деп есептеген, тіл көзден деп есептеген, сондықтан күміс көбінесе күміс пайдаланған. Қазіргі таңда біз сияқты кішкентай шәкірттеріңіз бар ма? Шәкіртін алатын болсақ, ең кішісін қазір 16 жаста. 16 жаста, өткені біз одан жастауды алмаймыз, себебі біз отпен жұмыс істейміз. Әртүрлі кислотамен жұмыс істейміз, ол кішкене қауіпті. Сондықтан қауіпсіз біз бір жер қауіпті сақтаймыз. Өсе келе жаймен деп ары қарай алып кетеді деп ойлаймыз ол жас балалар. Әр істің терең меңгерем деп есептеу керек. Әр іс ұнаған істің. Мысалы, маған кезінде, сендер сияқты кезімде сурет салу қатты ұнады. Соны айналдырып келіп, мен мысалы ұсталық өнерде мен енді берекетін көріп отырмын. Әр нәрсеге ол 90% бірінші жұмыс істеу керек, ерінбеу керек. Біздің бағдарламада да қол өнерін насихаттайтын айдар бар. Ендеше келесі кезекті сол айдарға берейік. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлем, достар. Інжу, Маржан, жазғы демалысты қалай өткізіп жатырсыңдар? Жақсы өткізіп жатырмыз. Бос уақытта немен шұғылданғанды жақсы көресіңдер? Серуендейміз, кітап оқимыз, ойнаймыз. Әсіресе апай, біз мынандай қуыршақтармен ойнағанды жақсы көреміз. Апай, сіз балаға шағында қуыршақтармен ойнағанды жақсы көрдіңіз бе? Әрине, мен бала кезімде қуыршақпен ойнағанды жақсы көрдім. Және оған әртүрлі киімдер тіккенді ұнатушы едім. Олай болса, Інжу, Маржан және кішкентай көрермендер бүгін біздер қуыршаққа арнап әдемі бантик және бас киім жасаймыз. Ол үшін бізге
фетра, жылтыр түсті фламеран, қағаз үлгілері, түрлі түсті тоқыма жіптер, желім, қайшы, карандаш қажет болады. Апай, бірінші неден бастаймыз? Алдымен бантикті жасау үшін қағазымызды аламыз және алдын ала қиып дайындалып алған осындай үлгілерді бастырып сызамыз. Қаламыңды алып, үлгісін бастырып сызып шыға қой. Жарайды. Апай, мен не жасаймын? Ол үшін алдын ала қағаздан дайындалып алған дөңгелегімізді жіппен орап шығамыз. Маржан, өзіңе қандай түс ұнайды? Таңдай қой. Маған қызыл түс ұнайды. Жарайды, ендеше ала қой. Қайшыңды алып, маған осындай көлемде жіпті қиып дайындап берсең болады. Қуыршақтың бас киімін жасау үшін осындай көлемде жіпті алып, екіге бүктеп, мына дөңгелектің ортасынан өткізіп, байлаймыз. Сен маған қиып дайындап бере бер, Маржан. Осылай дөңгелекті толық айналдырып шығамыз. Інжу, Маржан, сендер білесіңдер ме? Әлемде ең көп тараған қуыршақ қандай? Апай, біз білмейміз. Ол өздерің жақсы көретін Барби қуыршағы екен. Барби қуыршағы әлемнің 150 елінде сатылымға шығарылады екен. Барби қуыршағын 1995 жылы Америка қаласында Рут Хендлер деген адам ойлап шығарған екен. Міне, Маржан, қарашы, біз дөңгелегімізді түгел жіппен айналдырып шықтық, иә? Енді ол қаттырақ болу үшін жіптерімізді былай айналдырып тартамыз және осы нені кері қарай, жіпті кері қарай айналдырамыз. Қарамын, мұқият қарап ал, кері қарай айналдырамыз. Бәрі кері қарай шығарамыз және бізге тағы да бір жіп қажет болады. Кері қарай бәрі шашағын шығарып аламыз. Дөңгелегімізді жіппен түгел айналдырғаннан кейін, оның шашақтарын кері қарай айналдырып аламыз. Және қолымызға бір жіпті алып, нәні осылай қаттырақ ортасынан қысып байлаймыз. Қайшыны алып, артық жерлерін қиып тастаймыз. Міне, Маржан, қара, біздің бас киіміміз дайын болды. Апай, тамаша шықты. Маржан, қарашы, біздің жасаған бас киіміміз Інжудің қуыршағының көйлегінің түсіне сәйкес келеді екен. Солай ма? Иә. Олай болса, Інжу, сенің қуыршағыңа кигізіп көрейік. Мына бас киім Інжу сенің қуыршағыңа өте жарасып тұрған сияқты. Солай ма? Иә, рахмет сіздерге. Енді Інжу, мына бантигіміздің ары қарай аяқтап, бұны Маржанға сыйласақ қалай қарайсың? Жақсы болатын еді. Құрметті көрермен, біздер бас киімімізді аяқтадық. Енді бантигімізді аяқтауға кірісейік. Ол үшін көк түсті қиылған бөлігімізді алып, екіге бүктеп, ыстық желіммен жабыстырамыз. Ескере кететін жай, ыстық желімен жұмыс істегенде өте абай болу қажет. Енді мына резинкемізді ыстық желіммен жабыстырамыз. Достар, міне біздің бантигімізде дайын болды. Інжу, Маржан, сендерге ұнады ма? Иә, өте ұнады. Маржан, мен саған мынау бантикті сыйға тартамын. Шашыңға тағып ал. Рахмет, Інжу. Ендеше, Маржан, кел мен саған көмектесіп жіберейін. Қандай керемет болды. Құрметті көрермен,
Бүгінгі қолөнер, сырлөнер атты айдарымыз өз мәресіне жетті. Сендер де осындай бұйымды үйде жасап көрулеріңізге болады. Сау болыңыздар! Қуыршақ, кукла, doll. Бас киім, шапка, cap. Бантик, bow. Фетра, felt. Қағаз үлгілері, образцы бумаги, paper samples. Қайшы, ножницы, scissors. Карандаш, pencil. Ыстық желім, горячий клей, hot glue. Жіп, нитка, serp. Достар, бүгінгі әсемділік пен әдемілікке толы бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Бағдарламамызда тек ұлттық аспаптармен танысып қана қоймай, Зергерлік өнердің қыр-сырын білдік. келесі бағдарламаны жіберіп алмаңыз. Сау болыңыздар! Күн әдемі, көк әлемі, бұл суретті жас баланың. Ақ қағазға салған ізі, жазылған бар сөзі. Әрқашан күн сөнбесін, аспаннан бұлт төнбесін. Қызымда болсын мамам, болайын мен де аман. Әрқашан күн сөнбесін, аспаннан бұлт төнбесін. Қызымда болсын мамам, болайын мен де аман. Милый мой друг, добрый мой друг, людям-то